Сәлеметсіздер ме? Сіздермен қызықты математика видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. 10-10 есеп бір мүшелерді көбейтіңдер және шыққан өрнектің мәнін табыңдар. Бір мүшелерді көбейтеміз. 4-3 біріншісі 4-3 а квадрат көбейтілген 5-4 б-ның квадраты. Бұл жақта 4 пен 4 қысқарады, 5-3 болады, а-ның квадраты б-ның квадраты. Енді бізде бұл жақта а 2 болады, б бізде 5-3 болады. А-ның орнына а мен б-ның орнына осы сандарды қоямыз. Яғни 5-3 көбейтілген 2-ның 2 дәрежесі көбейтілген 5-3-тің 2 дәрежесі. Сонда 5-3 көбейтілген 4, мына жақта 9 бөлінген 25, 3-дің квадраты 9, 5-дің квадраты 25. Енді 3-ке 4-ті көбейтеміз, 12, оған 9-ті көбейтсек 108, 5-ке 25-ті көбейтсек 125. Мынаны біз осылай қалдырамыз. Келесі үшіншісі 0,5 АБ ның 3 дәрежесі көбейтілген 16 а квадрат б, мұндағы а-мыз минус 0,5, б-мыз минус 2 екен. Не істейміз? 0,5 пен 16-ны көбейтеміз, 8 болады. А-ның 1 дәрежесі, а-ның 2 дәрежесі, а-ның 3 дәрежесін береді. Б-ның 3 дәрежесі, б-ның 1 дәрежесі, б-ның 4 дәрежесін береді. Енді орнына сандарды қоямыз. 8 көбейтілген минус 0,5-ның 3 дәрежесі көбейтілген минус 2-ның 4 дәрежесі. Так, 8 жазамыз. Минус 0,5-тің 3 дәрежесі ол минус 0,625, 10 мыңнан 625 болады. Минус 2-ның 4 дәрежесі плюс 16 болады. Сонда 8-ге 16-ны көбейтіп, минус 0,10 мыңнан 625-ке көбейткен кезде минус 8 болады екен жауабы. 10-11 есеп өрнектің мәнін табыңдар. Бұл жақта жұптарын шығарамын. Екіншісі минус 4а квадрат б квадрат с квадрат көбейтілген 6а-ның 4 дәрежесі, с-ның 3 дәрежесі. Мұндағы а1, б 4-тен 1, с 2 екен. Бірінші сандарды көбейтіп аламыз. Минус 4-тен 6-ны көбейткен кезде минус 24, а-ның 2 дәрежесі, а-ның 4 дәрежесі бізде а-ның 6 дәрежесін береді. Б-ның 2 дәрежесі басқа жоқ, бұның 2 дәрежесін көшіп жазамыз. С-ның 2 дәрежесі, с-ның 3 дәрежесі бізде с-ның 5 дәрежесін береді. Сонда минус 24 көбейтілген а-ның орнына 1-ді қоямыз, 1-дің 6 дәрежесі көбейтілген б-ның орнына 4-тен 1-ді қоямыз, 4-тен 1-дің 2 дәрежесі, с-ның орнына 2-ні қоямыз, 2-ның 5 дәрежесі. Сонда минус 24 деп жазамыз, 1-дің 6 дәрежесі ол бізде 1-ді береді, оны жазбасақ та болады. 4-те 1-дің 2 дәрежесі 16-да 1, 2-ның 5 дәрежесі 32. 32 мен 16-ны қысқарамыз, мына жақта 2 қалады, 2-ні минус 24-ке көбейтсек, жауабы минус 48. Келесі төртіншісі минус 25n квадрат m-ның квадраты көбейтілген минус 0,16 көбейтілген n-ның 5 дәрежесі, m-ның 7 дәрежесі, мұндағы n минус 0,1, m 10 екен. Минус 25 пен 0,116-ны көбейтеміз, минус 4 болады. n-ның квадраты, n-ның 5 дәрежесі, n-ның 7 дәрежесі болады. m-ның квадраты, m-ның 7 дәрежесі, m-ның 9 дәрежесі болады. Сонда минус 4 көбейтілген n-ның орнына минус 0,1-ді қоямыз, 7 дәрежесі, m-ның орнына 10-ды қоямыз. Енді 0,1-дің 7 дәрежесін таппаяқ, 0,1 деген, яғни 10-нан 1 деп осылай жазылсақ болады. Сонда мына жақтағы кез келген теріс таңбалы санның тақ дәрежесі бізде теріс таңбалы сан болады. Алдындағына минус мен плюс болып кетеді. Сонда 4 көбейтілген 10-нан 1-дің 7 дәрежесі көбейтілген 10-нан 9. Сонда 10-нан 7 мен 10-нан 7-ні бөліміне жазсақ, мына жақта қысқарып кетеді. 10-нан 7-ні 1 қалады. 10-нан 9-дің 10-нан 7 дәрежесін бөлсек, 10-нан 2 дәрежесі ол бізде 100-ді береді. 4 көбейтілген 10-нан 2 дәрежесі ол бізде 400 болады екен. Так, 10-12 есеп бір мүшені екінші бір мүшенің квадраты түрінде жазыңдар деді. Біріншісі 16 а-ның 6 дәрежесі, яғни сыртында квадрат болу керек, яғни біз әрқайсының дәрежесін 2 есе кемітеміз. 16-ның түбір асты ол бізде 4 болады, а-ның 6 дәрежесін 2 есе кемітсек, а-ның 3 дәрежесі қалады. Сонда 4 көбейтілген а-ның 3 дәрежесі сыртында квадраты болады. Үшіншісі 81-де 25 көбейтілген x-ның 6 дәрежесі, y-дің 12 дәрежесі. 25-дің түбір асты ол бізде 5-ті береді, 81-дің түбір асты 9-ті береді, x-ның 6 дәрежесін 2 есе кемітсек, x-дің 3 дәрежесі
дәрежесі болады. Y-тің 12 дәрежесін 2 есе кемітсек, Y-тің 6 дәрежесі болады. Яғни осы түрде жазамыз. Так, бесіншісі 3,24, M-нің 4 дәрежесі. P-нің 14 дәрежесі. 3,24-ті бір астынан шығарсақ 1,8 болады. Примерно M-нің 4 дәрежесін 2 есе кемітсек, M-нің 2 дәрежесі, P-нің 14 дәрежесін 2 есе кемітсек, P-нің 7 дәрежесі, сыртында 2 дәрежесі болады. Так, онда 13-ші есеп өрнектердің арасынан бір мүшенің квадраты және бір мүшенің кубы түрінде жазуға болатын өрнектерді теріп жазыңдар дейді. Так, бұл жақта енді жұптарын шығарамын. N-нің 6 дәрежесі, N-нің 18 дәрежесі, K-нің 9 дәрежесі. Бізге айтып тұр, бір мүшенің кубы квадраты немесе кубы түрінде жазуға болатын дейді. Мына әрқайсысын көрейік. Мысалы, мына жақта 6, 18 бізде 2-ге бөлінеді, бірақ 9 бөлінбейді. Ал бірақ үшеуі де бізде 3-ге бөлінеді. Сондықтан бұл бізде бір мүшенің кубы болады. Яғни дәрежесін 3 есе кемітеміз. 6-ны 3-ге бөлеміз 2 болады, 18-ді 3-ге бөлеміз 6 болады, 9-ды 3-ге бөлеміз K-нің 3 дәрежесі. Яғни N-нің квадраты, M-нің 6 дәрежесі, K-нің 3 дәрежесі, сыртында 3 дәреже. 0,16 A-ның квадраты, B-нің 6 дәрежесі. Қарап тұрсақ, 0,16-нан біз түбір астынан шығарсақ, ол 0,4 болады. A-ның квадратының 2 есе кемітсек 1 болады. B6-ны 2 есе кемітсек, B-нің 3 дәрежесі. Яғни 0,4 A, B-нің 3 дәрежесі, сыртында дәрежесі 2. Алтыншысы 7,296 A-ның 15 дәрежесі, C-нің 9 дәрежесі. Бұны енді қараймыз. 15 дәреже және 9, бұл екеуі де бізде 3-ге бөлінеді. Сондықтан 7,296-ны түбір астынан шығарамыз, бірақ та мына жақта 3 болады. Кубтық түбір астынан шығарамыз. Сол кезде ол бізде 1,193 көбейтілген A-ның 5 дәрежесі, көбейтілген C-нің 3 дәрежесі, сыртында 3 дәреже болады. Келесі 14-ші есеп дейді. Егер 5x квадрат y-тің 3 дәрежесі 8 болса, онда осы өрнектердің мәнін табыңдар дейді. Міне берілген жазып қойдым. Біріншісі 45x-тің квадраты y-тің 3 дәрежесі. Сонда біз осы түрге келтіруіміз керек, мына түрге келтіруіміз керек. Ол үшін істейміз. 45-ті біз 5-ке бөлсек 9 болады. Яғни 5 көбейтілген 9 x-тің 2 дәрежесі, y-тің 3 дәрежесі дейміз. Сонда бізде мынау 8-ді берсе, барлық көбейтіліп тұр ғой, яғни 9-ды 8-ге көбейтеміз, бұл бізде 72 болады. Келесі үшіншісі минус 5,5 x-тің 2 дәрежесі, y-тің 3 дәрежесі. Бұны да 5-ке бөлеміз. 5,5-ті 5-ке бөлсек 1,1. Сонда минус 5 көбейтілген 1,1 x-тің 2 дәрежесі, y-тің 3 дәрежесі. Мынау үшеуі бізде 8-ді берсе, сонда бізде артығы минус пен 1,1 болып тұр. Сонда минус 1,1-ге 8-ді көбейткен кезде минус 8,8 болады. Бесіншісі 125 x-тің 6 дәрежесі, y-тің 9 дәрежесі. Бұны енді осы түрге келтіру үшін 125 бізде 5-тің 3 дәрежесі, 5-тің 3 дәрежесі, яғни мыналардың да дәрежесін кемітсек болады. Сонда x-тің 6 дәрежесін 3-ке бөлсек, x-тің 2 дәрежесі болады, y-тің 9 дәрежесін 3-ке бөлсек, y-тің 3 дәрежесі болады. Яғни 5x-тің 2 дәрежесі көбейтілген y-тің 3 дәрежесі, сыртында 3 дәреже болады. Мынау бізде 8-ді берсе, сонда 8-дің 3 дәрежесі бізде 512. Келесі 15-ші есеп. Так, осы өрнекті ықшамдап A-ның орнына минус 11-ден 5 және B-ның орнына 3,3-ден 2 болғандағы мәнін есептеңдер дейді. Есептің берілген жазып алайық. A-ның 5 дәрежесі, B-ның 3 дәрежесі, сыртында 6 дәреже, көбейтілген A-ның 7 дәрежесі, B-ның 4 дәрежесі, сыртында 5 дәреже, бөлінген A-ның 21 дәрежесі, көбейтілген B-ның 12 дәреже, сыртында 3 дәреже. Ең алдымен дәрежені дәрежеге шығару тақырыбын еске түсіріп ашып аламыз. A-ның 5 дәрежесінің 6 дәрежесі, ол бізде A-ның 30 дәрежесі болады. B-ның 3 дәрежесінің 6 дәрежесі, B-ның 18 дәрежесі. Келесі жақша A-ның 7 дәрежесінің 5 дәрежесі, A-ның 35 дәрежесі. B-ның 4 дәрежесінің 5 дәрежесі, B-ның 20 дәрежесі. Бөлінген 21-ді 3-ке көбейтсек 63 болады, 12-ні 3-ке көбейтсек 36 болады. Енді біз алымын бөлек жазып алып,
бөліміне жазып алып, мына жақта негіздері бірдей дәрежелерді қосамыз. А-ның 30 дәрежесі мен А-ның 35 дәрежесі, ол бізде А-ның 65 дәрежесін береді. Бұның 18 дәрежесі мен бұның 20 дәрежесі, бұның 38 дәрежесі болады. Енді негіздері бірдей дәрежелерді бөлу тақырыбын еске түсіреміз. 65-тен 63-ні азайтсақ, А-ның 2 дәрежесі болады. 38-ден 36-ны азайтсақ, бұның 2 дәрежесі болады. Сонда ол бізде А көбейтілген бұның 2 дәрежесі болады. Енді орнына қойсақ болады. Минус А-ның орнына минус 11/5-ті, бұның орнына мынаны біз жаңағы бұрыс бөлшекке айналдырсақ, 3-ні 3-ке көбейтсек 9, оған 2-ні қоссақ 11, яғни 11 бөлінген 3. Яғни орнына қоямыз минус 11/5 көбейтілген 11/3. 11 мен 11 қысқарып кетеді, яғни минус 5 бөлінген 3-тің 2 дәрежесі шығады. Минус 5-тің 2 дәрежесі бізде 25, 3-тің 2 дәрежесі бізде 9 екен. Осымен оқушылар есептерін барлығы аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.